Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін біз новичоктарға осы TradingView сайтымен таныстыратын боламын. Жалпы қараңыздар, бұл бізде TradingView сайты анализ жасауға, яғни техникалық анализі жасауға арналған сайт болып табылады. Бізде телефонды приложениесі бар, және осылай біз сайттан не істеп алсақ болады, кіріп через браузер. Жалпы бұған сіздер өздеріңіз кіріп регистрация жасайтын боласыздар. Регистрация жасағаннан кейін сіздерде кәдімгі осындай өздеріңіздің нелеріңіз, аккаунттарыңыз болады. Ендігі кезекте сол жақтағы үш сызықты басып, продукты бөлімін таңдап, осы жердегі супер графики деген жерді басамыз. Бұл жерді басқанда бізге осындай бет ашылады, яғни бұл жерде көріп тұрғандарыңыздай менде алтынның графигі, біз осындай беттерде анализ жасайтын боламыз. Дәл сол жақта, жоғары жақта бізде How is it деп тұрған жерде поискті бассақ, қараңыздар бетіне, бізге акциялар, фондтар деп шығып тұрады, яғни қараңыздар. Толығымен басамыз, акциялар, фонд, futures, forex деген шығып тұрады. Бұл жерде біздің жасайтынымыз forex пен криптовалюта, яғни біз алдағы уақытта нақты форекске толыққанды тоқталамыз, және алтынға тоқталатын боламыз, және криптовалютаның сабақтары болатын болады. Қарап тұрсаңыздар, бізде оң жақта әртүрлі нелер жазылып тұр, FX, SAHO, Forex.com. Осы жерде бізде қана Wanda дегені бар ғой. Сол Wanda дегенімен қана анализ жасайтын боламыз, яғни барлығы дұрыс, бірақ Wanda'да тек бізде нақтылық жақсырақ болады. Қараңыздар, менде қазір Wanda алтынның графигі ашылып тұр Wanda'да. Жалпы бірақ мен сіздерге қазір басқа неге кіретін боламын. Қазір FX.com'ды кіріп ашам, потому что менде Wanda'да бүкіл анализ жазылып тұр, ал FX.com'ның графигі кішкене болсын, менде пустой. Енді жалпы қараңыздар, бізде бұл жерде FX.com'да үстіңгі жақта тұрғандар 1 минуттық, 3 минуттық, 5 минуттық, 15 минуттық, 1 сағат, 4 сағаттықтар дегеніміз, олар бізде таймфреймдер, біз өттіге таймфрейм деген не екен. Бұл жердегі қараңыздар, жақындатып қараған кездегі бір штук свеча 4 сағатты білдіреді. Яғни мына бір свеча қараңыздар өскен, жасыл болып тұр. Яғни баға сол 4 сағат бойы жоғарыға қарай өскен, яғни лонговый болған голдтың қозғалысы. Мына жақтағы бір свеча бізде қара, яғни осы уақытта свеча 4 сағат бойы төменге қарай құлаған. Ал мына бір свеча бір кішкентай ғана, бұл да 4 сағаттық қозғалысты көрсетеді. Алтын 4 сағат бойы консолидацияда тұрған. Түсінікті ғой, бір орында қатып тұр, титтай ғана свеча шығып тұр. Енді біз алдағы уақытта таймфреймдерді үлкеннен кішіге қарай қозғаламыз. Жалпы астыңғы оң жақтың сол төменгі жағында тұрған бізде уақыт белгілеуі тұр. Сол жерде біз өзіміздің уақыт белгілеуімізді, яғни Астана +5 деп тұрады. Іздеп тапсаңыздар, осы жерде +5 Астана деп тұрады. Соған қарай қоямыз, өйткені біздің анализдеріміз полностью дұрыс болу үшін және өзіміздің уақыт белгілеуіміз жасау үшін уақыт белгілеуімізбен бұл жерде бізде Астана белгіленеді. Ал енді жоғары жақта кіргеніміз, бұл бізде қараңыздар индикаторлар тұрады. Алдағы уақытта біз осы жерде индикаторлар қосатын боламыз. Жалпы бұл жерде кез келген индикатор тауып қоссаңыздар болады. Бұл жерде бізде маңызды индикаторлар болады. Одан кейін бізде мына жерде қарасаңыздар, бұл жерде бізде японский свечи және линия деген сияқты свечалардың бізде жүрістерін көрсеткен, яғни бағаның қозғалысын. Бұлар да бізде алдағы уақытта стратегиялармен анализ жасағанда көмектесетін болады. Енді келесісі бізде бұл жердегі сол жақта қарағандарыңыздай анализге сызуға арналған инструменттер. Көріп тұрғандарыңыздай бізде әрқайсысы бар. Осы жерден біз өзімізге керек дегені сақтап алсақ болады. Мысалға қараңыздар, оң жақта менде көрініп тұр, мен көп нәрсені сақтап алғам өзіме. Яғни бұларды мен осы жердегі анализдерді оңай тауып аламын да қозғаламын. Әрқайсысын шетінен ашып отырмаймын. Енді кетті, қалай сақтадық біз? Жалпы бізде мына жерде қараңыздар, линия тренда дегенді басасыздар ғой. Линия трендан басқан кезде бізде өте көп деген линиялар шығарады. Осы жерде маған керегі линия тренда үстіп белгілеп аламыз. Дәл келесі бізде Fibonacci ашқан кезде бізде сол жердегі коррекция по Fibonacci дегенді белгілеп аламыз. Түсінікті ғой. Келесінде бізде волна иллюзиялардан еш нәрсе қажет емес, потому что біздің стратегиямыз оған бағытталмаған. Келесі төртіншісі бізде короткая, длинная позиция дегенді белгілеп аламыз. Қараңыздар, ашқан кезде короткая, длинная позиция белгілеп аламыз. Одан кейін бізде осы төрт бұрышты басқан кезде бұл жерде бізде нелер тұрады. Бұл жерде бізде, яғни мынау бізде эррорды анықтауға арналған қызыл жасыл болып тұр ғой, 16-та түсінеміз. Киіз, стрелка указатель, осының барлығын менде не белгіленіп тұр, бүкілін сіздер белгілеп алсаңыздар болды. Өйткені алдағы уақытта бұлар керек болды, және текст дегенді үстіп белгілеп аламыз. Жалпы сабақ барысында бізде өткен тақырыптың барлығын күнделікті сабақтан кейін осы TradingViewға сызып маған жібереміз, міндетті түрде, өйткені мен полностью барлығын тексеретін боламын.